Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін біз түркі әлемінің терең қатпарларына үңіліп, тарихтың шаң басқан беттерін ашамыз. Тілеуберді Әбенайұлының «Шыныңа көш тарих» атты еңбегіне сүйене отырып, ежелгі ұйғыр қағанатының түп төркінін, оның түркі дүниесіндегі орнын және қазақ халқымен байланысын ғылыми тұрғыда талдап шығамыз. Тарихтағы ұйғыр кім және оның қазіргі қазақ ұлтымен байланысы қандай? Қазіргі ұйғыр атанып жүрген бауырларымыз шын мәнінде кімдер? Біздің мақсатымыз бір ұлтты кемсіту немесе ұлықтау емес, тарихи әділетті қалпына келтіру. Олай болса, байырғы тарихтың ізін қуған жаңа сапарымызды бастайық. Ежелгі ұйғыр Қытай әдеби тілінде хуйгу деп оқылады. Тарихи құжаттарда сынды бірнеше нұсқада хатталады. Түп мәтіндегі пішігі әдеби тілде хуй делінгенімен, ертеде вы деп оқылған. Этнолингвистикалық тұрғыдан алғанда, көне тіліміздегі ұйғыр мен үйсін синоним атаулар ретінде қалыптасқан болуға тиіс. Екеуі де вы деген бір буыннан басталатындықтан, кезінде екеуінің де семантикалық мағынасы бір ұю деген ұғымды білдіреді. Бірінде ғұр жұрнағы, екіншісінде соған мәндес сүн жұрнағы жалғану арқылы ұйғыр және үйсін атауы қалыптасты деп есептелуі этнолингвистикалық заңдылыққа толықтай сай келеді. Рашид ад-Диннің Жамиғ ат-Тауарихта берген түсінігіне қарағанда, оған кеңесшілік жасаған тарихшылар, шежіреші ғұламалар да осы екі этнонимге айырма қоймаған екен. Келе-келе бүгінгі тілдік формамызға сай, алдыңғысы ұйғыр болып, соңғысы үйсін болып қалыптасқан. Ұйғыр мен үйсін ортақ бір этносты көрсететін синоним атаулар болып табылады. Жамиғ ат-Тауарих Нух алейхиссаламның баласы Әбілже, яғни Әпәс, Яфәс болатын. Одан Дайбақұй, одан Харахан, ал оның баласы Оғыз еді. Оғызға бір Аллаға иман келтіру тіке аян болып түсуі. Ол Аллаға иман келтіргендіктен көкелері, ағалары, немере туыстары оған қарсы соғыс ашты. Бір бөлім туыстары оған болысты, ал қарсы шыққандары одан жеңіліп, қарамағындағы елі жұртын алдырды. Сонда ол құрылтай ашып, өзін қолдаған әмірлеріне, жасақтарына және ниеті бір туыстарына ұйғыр деген атақ берді. Бұл сөз түрік тілінде ұйушы, ұйысушы деген мағына береді. Осынау ат сондағы барлық адамды, олардың ұрпақтарын және солардың рухынан өсіп өнген барша урым бұтақты қамтиды. Бұл қауым бастан ақыры Оғызбен бірге болды. Оғыз жорыққа аттанбақ болса, ұйғырлар сай-саладан құйылып кететін. Арттағы елінде Оғыз жорықтан оралғанша солар қорғап тұратын. Бұл ұрудың ішіндегі кейбіреулері белгілі себеппен әлде қашан өз алдарына басқа-басқа атқа ие болып кетті. Айталық, қарлық, қылыш, қыпшақ дегендей. Сондықтан ұйғыр деген есім қалғандарының ғана меншікті аты болып қалды. Ендігі жерде аталмыш этноним ұйғырдың өзімен қаңлыға ғана тиесел болып қалды. Автордың өзі баян еткендей, қалғандары дербестеніп, өзді-өз аттарымен атала бастаған. Жамиғ ат-Тауарихтың бірінші дәптері бірінші бөлімінде Рашид ад-Дин ұйғыр ұруы, қаңлы ұруы, қыпшақ ұруы, қарлық ұруы, қылыш ұруы және ағаш ері ұруы деген шағын-шағын тақырыптар арқылы аталған ұруыларды қысқаша таныстырып өткен. Жоғарыдағы 6 арыс түрік қауымы екеніне анық көз жеткіземіз. Қазіргі Түркиядағы бауырларымыз ұлы жүздің қаңлы ұруы, Қайы батырдың қауымы екені анық. Бұл деректер бізге Оғыз құрған ұлы қағанаттың ұйытушысы, тіректік тайпасы, тұтас ұлыстағы титулдық этнос ұйғыр екенін анық көрсетіп береді. Ал қаған немесе хан шыққан тайпа ғана ұлыстың ұйытқысы болатыны баршаға аян. Осы тұрғыдан қарағанда
Оғыз ханның өзінің де ұйғыр екеніне ешқандай талас жүрмейді. Жамих ат-Таварих олардың территориялық орналасуын. Ақыры Оғыз жеңді, таласпен сайрамнан тартып, Бұқара аймағына дейінгі ұлан-ғайыр өңір оның заңды иелігіне айналды. Оған қарсы болған туған және немере туыстары, руластары шығысқа қарай ығысты деп көрсеткен. Ең алғашқы ұйғырлар таластан Бұқараға дейінгі территория ішіндегі барша түріктер болатын. Осы анықтама бойынша барша ұйғыр солардың нәсілі. Ал ұйғыр мен моңғол екеуі де түрік болғандықтан олардың жұрты Моңғолстанда қатынасып жатыр. Рашид ад-Диннің түркі этностарының қонысы туралы ежелдің ең күніндегі бөліске сай, олар қазірге дейін сол өлкелерде отыр деген сөзі. Осы территориядағы халықтың есте жоқ, ескі заманнан бері мұнда тұрақты қоныстанып келе жатқанына назар салсақ, келесіде аталған дерек бойынша басқа ұру жеке кетіп, қаңлы мен ұйғырдың бір этникалық топта қалғанына, сондай-ақ қазақ шежіресі бойынша қаңлы мен үйсіннің бір туысатынына зер салсаңыз, бүгінде бұл екеуі ұлы жүздің құрамындағы туыс тайпалар саналады. Сосын осынау өлке қазақ құрамындағы үйсін ұтығына тарап арыстардың байырғы мекені екеніне назар тастаңыз. Сонда сіз ежелгі ұйғыр мен бүгінгі үйсіннің бір этнос екеніне көз жеткізесіз. Жоғарыдағы дәйектерден біз бірнеше тарихи мағлұматқа ие боламыз. Ең әуелі түсінетініміз, ту баста ұйғыр мен моңғол екеуі бір тұтас ел болған, және екеуі де Қара ханға қараған. Кейінгі заманда Оғыз хан тұсында бір бөлім қауым батыста қалып, Оғыз хан төңірегіне ұйыған. Әрі соған орай ұйғыр деген атқа ие болған. Енді бір бөлім қауым шығысқа маңып, ауып, соған орай моңғол атанған. Ұйғыр ханы Еде-Құтының Шыңғыс ханмен қарым-қатынасы да осы түсінікті растайды. Ұйғыр Еде-Құты Қарағытай қағанатынан, яғни керейлерден ығысқан соң, Шыңғыс ханға өз еркімен келіп бағынған. Шыңғыс хан оны ерекше құрметтеп, қызы Алтын Бикені оған атастырған. Бұл құдалық Шыңғыс хан әулетінің ұйғырлардың, үйсіндердің тегін жатсынбағанын көрсетеді. Ал Еде-Құтының Джинха, яғни Жент өзенінің бойында болуы, қазіргі Шинжаңның шығыс бөлігінен Гансу әкімшілік өлкесіне дейінгі қала кентті мекенін көрсетеді. Мұндағы Еде-Құт ұйғырлары дулаттармен тіке туыс. Үйсіннің бір бұтағы. Ұйғыр сынды осынау есім Үйсін атының екінші тұлғада жарыққа шығуы болмақ. Біздің қарауымызша Еде-Құт ұйғырлары Албан және Суан ұруларын ұйытқы еткен бір бөлім түрік ұру арыстарының ортақ бірлестігі болған. Осынау түрік ұруларының ұтықтасу жағдайын математикадағы жиын ұғымымен түсіндіруге болатын сияқты. Оғыз, ұйғыр немесе үйсін, моңғол және татар сынды кіші жиындар түрік сынды үлкен жиынның ішкі жиыны болады. Сонымен бірге олардың барлығы өзара айқасқан жиын болады. Қоғамдық өзгерістерге дәуір алмасуына сай. Біріндегі элементтер ұру арыстары екіншісіне және керісінше өтіп отырады. Алайда соған қарамастан үш ұтықтың сыртқы қабы шартсыз түрде сақталып отырған. Бұл қалып ежелгі түріктің тіке мұрагері болған Қазақ хандығында жақсы сақталды. Және ол дәл қазірге дейін айқын жалғастық табуда. Оғыздан, ұйғырлардан үйсіндер, яғни ұлы жүз қалыптасты. Моңғолдар негізінде орта жүз барлыққа келді. Ал татарлардың орнын басқан өзіміздің кіші жүз болды. Сол заманда айқасқан жиын тудырып, ұтықтар арасында дәнекер болған элементтерге, ұруларға келсек, олар Жалайыр, Қоңырат, Қыпшақ, Албан, тағы басқалар болатын. Ежелден келе жатқан қаңлы Қыпшақ не моңғол мен татар бір туған деген тарихи ұғымды тудырып,
және тереңдетіп тұрғанда дәл осындай айқасулар мен араласулар әсіресе қазақтың тілі мен ділін, күллі салт санасын өте берік бір тұтастыққа келтіріп отырған осы араласудың нәтижесі. Демек, бар қазақ менің бауырым деген ұлы сөз бекер шықпаған. Ал енді моңғол мен татардың бірге туысуы Алшын әулетінің орнын Жалайыр, Яғлақар әулеті басуынан сонымен бірге қайта айналып келіп, ұлы Шыңғыс ханның Жалайыр арсынан шығуынан шежірешілер сонау тарихи шындықты терең танып жете алған. Оған мүмкіндік тудырып отырған тарихи жазбалар мен ауыз екі тарих айту дәстүрі. Ұйғыр қағанатын 8 ғасырдың орта шенінде құрушы қауым Жалайыр тарихи әдебиеттерде Яғлақар арысы екені тарихтан белгілі. Яғлағар, Жағлағар, Яғымалар іле бойын мекендеген олардың мұрагері Жалайырлар еді. Әрі Ұйғыр қағандығының хан әулеті Яғыма деп аталғандығы да анық. Олай болғанда Ұйғыр қағанатының құрушы әулеті Яғлақар мен хан әулеті Яғыма бір этнос болады. Сондай-ақ олардың мұрагері болған Жалайыр арысы қазақ шежіресі бойынша Үйсінге жататынын ескерсек, бұл тұрғыдан да Ұйғыр мен Үйсіннің бір этнос болғанын көре аламыз. Яғни Жалайыр арысы Алаш ұлысының Шыңғыс хан әулетінің құрушысы ғана емес, Ұйғыр қағанатының да билеуші әулеті болған. Мұның бәрі тарихи деректерде жоғарыдағыдай етіп өте анық жазылған. Алайда өз салақтығымыз салдарынан сол айдай анық күндей жарық деректердің басын қосып халыққа ұсына алмадық. Керісінше Шыңғыс хан моңғол жауыз деу арқылы тарих алдында, ұлт алдында ауыр қиянат жасадық. Әйгілі Арғын арысының ардарғынмен арлатты. Арғын есімінің түрлі кезеңде ұқсамаған ортада әркелкі айтылуы еді. Жүйеден Хузауырда осы екі ұруды Шыңғыс хан шыққан ұрумен ата шежіресі бір етіп көрсеткен. Арлаттан шыққан әйгілі әскери, саяси қайраткер Борашы. Өмір бойына Шыңғыс ханның ең сенімді зөңгілестерінің бірі болып өтеді. Ал мына жерде сол Арғынның есімі Ұйғыр екеніне байланысты айтылып отыр. Осы арада Қарақорым, Ұлытау, Құрттақ, Қазығұрт өңірін өз ішіне алған өңір қоңыраттардың да мекені саналады. Олар кеңес үкіметі орнағанша оңтүстік Қазақстаннан Қорғалжын өңіріне дейінгі аймақтарды мекен еткені. Ал осы және Хузауырда қоңыраттарды Шыңғыс хан шыққан ұрумен аталас етіп көрсеткені мәлім. Ал енді 8 ғасырдың орта шенінде Ұйғыр қағанатын құрушы қауым Жалайыр, Яғлақар арысы екені бізге тарихтан жақсы мәлім. Қазақ шежіресі бойынша Жалайырдың Үйсінге тарап арыстардың бірі екені шындық. Бірнеше сөйлем аттап артқа шегінсек, әлгінде айтылған оңтүстік Қазақстан өңірі Үйсін ұруларына да тән мекен. Жүйеден Қарақорым, Ұлытау алқабы осынау Хайдаухан заманынан бір ұтық Жалайыр ұруының мекені болған. Атап айту керек, тарихи мәліметтер қоңыраттар мен Үйсін ұруларын қалай жақын етіп таратса, олардың мекендері де күні бүгінге дейін солай іргелес аралас. Осының бәрін ұштастыра отырып қарастырсақ, Ұйғыр жері есебінде көрсеткен осы өлке шындығында Үйсін ұрулары мен Қоңырат және Арғындардың тарихи мекені болып шықты. Сонымен бірге Ұйғыр қағанатын құрушы ұруға тағы да Үйсіннің Жалайыр, Яғлақар арысы болып шықты. Сірә Ұйғыр мен Үйсіннің арасында мәлім бір берік байланыс бар екені анық. Бұдан ұлы жүз Үйсіндердің Ұйғыр қағанатының хан әулеті болғаны анықталады. Осынау түп нұсқалық тарихи құжаттардағы деректерге қарамастан отаршыл жүйе тарихшылары Ұйғырларды Түркістанның шығыс бөлігіндегі Шонжы ауданының жерінде болған деп көрсетіп келеді. Әрине, мұнда ешқандай ғылыми негіз жоқ. Керісінше,
түрік тарихын шатастыру сынды саяси қитұрқылық бар. Солай бола тұра, өзіміздегі кей тарихшылар әлі де аталмыш жалған көзқарасты малданып келеді. Бұл түрік тану ғылымына жасалған қастандық. Бұл арада басын ашалай кететін бір жайт бар. Кейбір кісілер тарихтағы ұйғыр мен қазіргі ұйғыр ұлтын шатастырып алады. Бүгінгі ұйғыр түріктеріне осы атау 1921 жылы Ташкентте ашылған ұйғыр өкілдерінің съезінде берілген. Оларды тарихи құжаттарда қашқарлық немесе күшарлық ақсу тұрғыны деген мағынада бөлек жеке ұру ретінде атаған. Ұйғырстан тарихи атамекен мен Қашқария, қазіргі Шинжаңның оңтүстігі, ешбір тарихи сабақтастығы жоқ, мүлде басқа территориялық ұғымдар болатын. Қазіргі ұйғырлар ежелден Қашқария өлкесінің жергілікті тұрғыны, әрі отырықшы халық болған. Әсілі бұл бауырлардың таза түркі аты Сарт, яғни қалалық немесе қала кенттік түрік деген мағынадағы осы бір әдемі есім болатын. Бір қыдыру түрік танушылар, соның ішінде қазақ текті тарихшылардың біразы да ежелгі ұйғыр этносы мен қазіргі ұйғыр халқын шатастыра береді. Бұл бейне Абылай есімді жай кісілерді Абылай ханнан парықтай білмеу сияқты өте күлкілі жайт. Қазіргі ұйғыр бауырларымыз ұйғыр қағанатымен және Іре-Құт ұйғырларымен тіке сабақтастығы жоқ. Олармен тек ұлы түрік ұрпағы болу тұрғысынан ғана туыс саналады. Міне ағайын, біз бүгін бір ғана тақырыптың аясында тұтас бір дәуірдің тылсым сырын аштық. Ежелгі ұйғыр қағанаты, оның үйсінмен тамырлас тегі, Жетісу мен Талас төсіндегі байырғы түрік өркениетінің іздері, барлығы да біздің ортақ тарихымыздың ажырамас бөлігі. Тарихты білу, өткенді танып, бүгінді түсініп, болашақты дұрыс бағамдау. Егер бұл зерттеу сізге ой салса, түркі тарихына деген қызығушылығыңызды арттырса, арнамызға қолдау көрсетіп, пікір қалдырып, бейнемізді бөлісіп қойыңыз. Келесі бөлімдерде біз тағы да талай құпияны ашамыз. Кездескенше аман болыңыздар.